2022 жылғы 1 қыркүйектегі жағдай бойынша зейнетақы жинақтарының жалпы сомасы 14 триллион теңгеге жуықталды. Бір жыл ішінде қазақстандықтардың жинақтары 8%-ға дерлік өсті. Зейнетақы жинақтары кіріс және шығыс ақша ағындары. Кіріс дегеніміз жарналар мен инвестициялық кіріс, шығыс ағындары дегеніміз зейнетақы жинақтарының төлемдерінен тұрады. Айта кету керек, биыл зейнетақы жарналары көбейе түсуде. 2022 жылдың 8 айында 1 триллион теңгеден астам зейнетақы жарналары түсті. Бұл 2021 жылғы сәйкес кезеңдегі көрсеткіштен 29%-ға артық. Зейнетақы жарналарының барлық түрлері бойынша өсім байқалады. 2022 жылдың өткен кезеңінде салымшылардың шоттарына 694,7 миллиард теңге таза инвестициялық табыс есептелді. Соның арқасында зейнетақы жинақтарының айтарлықтай өсімі қамтамасыз етілді. Осы жылы қордан 1 триллион теңгеден астам төлем атқарылды. Төлемдер өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 2 есеге жуық қысқарғанын атап айту керек. Бұл баламалы мақсаттарға жұмсалатын бір жолғы зейнетақы төлемдерінің азаюымен байланысты. Егер жинақтардың орташа мөлшерін қарастырсақ, ол шамамен 8%-ға ұлғайды. Алайда қордағы жинақтар жеке сипатқа ие және әрбір салымшының шотындағы жинақтардың көлемі. Сондықтан болашақ зейнетақы төлемдерінің мөлшері жарналардың түсу жиілігіне, толықтығына және тұрақтылығына байланысты.